Сәлем достар, мен бүгін котлет жасайын деп жатырмын. Котлет фарштан картоп керек оған. Одан кейін мынандай нан, мен сүтке малмаймын. Нанды суға жылытып, жылы суға бүйтіп езіп аламын. Одан кейін мына суын алып тастаймыз, сығып тастаймыз. Сүтке малмаймын, суға маламын. Одан кейін мынандай морковь қосамыз. Морковь мынандай менде ұсақ болып туралып дайын тұр. Заготовка дайын тұр морковь. И осы қазір картошкамызды біз өткіштен өткізіп аламыз. Мына жағымен өткізіп аламыз. Міне картошкамызды үгіп болдық. Енді самсағымызды үгітіп аламыз. Самсақты үгітіп болдық. Енді кезекті морковьмызды саламыз. Сәбіз. Бірақ салмаймыз, сол жартысына саламыз. Осы кетеді. Енді суын алып тастаймыз, соның суын сығып тастадық. Енді мына қосамыз. Енді ары қарай фаршымызды саламыз. Енді осындай бір жұмыртқа қосамыз. Бір жұмыртқаны қосамыз. Өте дәмді, өте жұмсақ болады. Енді перец қосамыз. Дәміне қарай өздеріңізге қалай ыңғайлы солай қосасыздар. Енді ары қарай біз қосамыз. Тұзымыз осындай көлемде болса жетеді. Болды, енді барлығын біз араластырамыз. Болды, біздің фаршымыз дайын. Есі өте керемет болып тұр. Біз енді ары қарай формаларға келтіріп жасаймыз. Осындай көлемде, қасықтың көлемінде толтырып жасаймыз, ас қасықтың көлемінде. Өте әдемі болады, формасында сақтап тұрады. Бәрін осындай бірге қағып жасап аламыз. Осымен дайындап алдық. Котлетіміз дайын. Картошка қайнатып жатырмын. Достар, мен мында перец салдым. Қатқан енді замаразымын, қатқан перец. Оны да блендерден өткізіп аламыз. Помидорды жаңа мен микроволновкаға салып, кішкене жігітіп алдым. Өйткені қатты да блендердің дауысы өте жаман шығады, қатты шығып кетеді. Сондықтан өйтіп кішкене неден өткізіп алдым. Енді бәрін осыны салып, қазір осылай блендермен араластырамыз. Подливки өте дәмді болады, күшті болады енді. Мен самсақты қуырамыз осылай. Енді сәбізімізді қуырамыз, морковьмізді қуырамыз. Әдемілеп қуырып аламыз. Помидор, одан кейін не салдым? Перец. Бәрі өстіп қуырылып жатыр. Енді томат қоспайын мен. Не үстіне котлетті салып қойдық. Енді осыны енді үстін жауып қоямыз. Болды, енді бұл қайнайды, пысады, бұқтырылады. Бір жарты сағаттың ішінде қайнап қояды.